Бесінші қара сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, иә, көзден жас болып ағады. Я тілден сөз болып ағады. Қазақтары. Ә, Құдай жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең мақалдарынан нарсың. Мәуелі түстік өмірің болса, күндік жиі. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Адамның бауыр еті, беті жарық, беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолым, мереген. Тапқан ердің жазығы жоқы. Бұайдан үнсіз, құдайдан үнсіз, қарның ашса. Аралы үйге шап, қайраны жоқ көлден без. Қайыры жоқ елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты, мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, үшін қам жейді екен. Бірақ ол қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені алдап алмақ, яки мақтап алмай екен. Бермесе оныменен жауласпақ екен. Болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Үлер ұрлық, қулық, сұмдық, диленшілік. Соған ұқсаған қылықтың қайсын болса да қылып жүріп, тапса жазалы демесек керек екен. Сол мартылғаны, мұздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ, безеді екен іздеген еліміз сол ма?